жастайынан жазушы болған, 19 жасында мынау неде болған кезде, сонда да сол баяғы патриоттық сезім ғой, соғысқа барып қайтыс болып кетті. Соғыстың өзінің бала кезінде Мұхтар Әуезов пен Сәбит Мұқановпен жазған көптеген еңбектері болатын, бәрі латын тілінде. Мен қазақ класында оқып жүргенім өзім, бала кезімде анам соғыстан кейін қойды. Анамның сол өтінішіменен соны оқып беретін. Латын әлі бар еді, соның бәрін мен кітап шығарттым кейін. Сонда кәдімгі барлық қазақтың мәнеріменен, балалық кезіндегі өмірдің қалай болғанын бәрін өлеңдетіп өзі ақындық несі болған, поэмалар жазған, соның бәрі де латын тілінде өте керемет. Мен үшін мысалы үшін бала кезімдегі қарпіменен қазақша оқысаңыз солай болды. Ал енді біз бүгін әлбетте үлкен мәселе көтеріліп отыр. Мен өте ризамын осы үлкен ағаларымыздың осындай халықтың қамы үшін деп еліміздің ұлттық негіз болсын деген қойып отырған мәселенің бәрін қолдап мен де келіп отырмын. Ал біз бір нәрсені ұмытпауымыз керек сияқты ағайындар. Біз мінекей орта буындағы одан үлкен азаматтар бізде әлі де ескі психология баяғы басымыздан кетпейді. Біз бүгінгі жастарды ойлауымыз керек. Біздің өзіміз үшін өмір сүруіміздің қажеті жоқ енді, болды. Егер біз ертеңгі күн қалай болады, біздің ұрпақ қалай дамиды деп соған нүкте қойып, солардың ғана қамы үшін еңбек етсек, ол жастарға да түсінікті болады. Ал енді әлбетте біздің бүгінгі келесі үйреніп қалған ол негіз болып қалды. Жаңағы айтып отырсыздар, бұрын еңбектер бар, ғылыми еңбектер бар, әдеби еңбектер бар, оның бәрі өте дұрыс. Ал енді латын әрпі біздің басқа қандастарымыздың өзі босқа өткен жоқ оның бәрі де. Ол мүмкін қиын алып жатыр ма, басқа болды ма, бірақ бұл болашақ дүниежүзілік қауымдастыққа негіз болатын тіл. Қаласақ та, қаламасақ та. Деколонизацияның бір мысалы керемет нышаны. Енді қалай болғанда да біз Қазақстан өзімізше бір ерекшел болып, біз сондай батырымызды баяғыда қыл шағып атпен шабатын қазақ жоқ, бітті ол. Сондықтан да біз осы бүгінгі жағдайда өзіміз ұлттық негізімізді сақтап қалып, қалай сол қоғамдастықтың ортасына жүреміз деген сұраққа жауап табуымыз керек. Ол міндет әрбір қазақтың міндеті. Бүгін бізде өздеріңіз сіздермен кешіресіздер. Мен де сол қазақ деп жүрген қазақтың бірімін. Бірақ біз көптігінде өзіміздің жеке ойымыздың, жаңа ұғуымыздың, мен қазақпын, сол бас қазақ қарағанда көбірек жаным ашиды деген ой біздің өзіміздің санамызға кіріп алғанда біз содан шыға алмай қаламыз. Сол мәселе бізді өміршең басқа бұрышқа қарай бұрмалай береді. Әйтпесе дұрыс, жаңа сіздің жасап отырған анализге өте терең мағыналы. Әлбетте бұндай қатты жіберуге болмайды, бірақ біз оны сараптау керек. Негізі ол жаңа барлығын конституцияны талдай беруге шешім шықпайды. Конституция дұрыс па, дұрыс емес пе, бүгінге дейін біздің халқымыздың негізделуіне өзінің үлесін қосты. Оның енді мына жетістік, кемістіктерінің бәрін осы әсіресе тілге байланысты, ұлттық негізге байланысты қосу, ол біздің міндет. Ал енді меніңше біз осы екі айтылған мәселені бір неге келтіріп, жүйеге келтіріп, соны реттеп, сараптап қана сондай бір қат дайындасақ, меніңше сол түсінікті болатын сияқты. Осы бәріміз отырмыз. Сондықтан мен мысалға жаңағы осы латын әрпін негіз қылып, соны өтіп, бүкіл қазақтың қоғамдастықтың бәрін басын біріктіріп, соны реттеп, неге мен өз пікіріммен солай ойлаймын. Ал енді басқа мәселені осындай жаңа отырып талқылап жазып үлкен жаңа жіберуіміз керек. Ол біріншіден мынандай үлкен қатты ешкім оқымайды, қазір ол заман жоқ. Бәрі өте өзіңді кішкене ғана болу керек. Бірақ соның басында ақсақалымыздан бастап қол қойып әсіресе